Алланың қалауымен Харекет қайырымдылық қорының мына 361-ші баспанасын осы Ақтөбе облысының бірдей әншісі Арман Жиналиев бауырымызға табыстауға ұсынамыз. Көп рахмет, Нұрматаңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті қазақстандықтар, құрметті ақтөбеліктер, жерлестер. Мінекей қазақ айтады, көпті көрсе көл дейді. Мінекей дария тамшыдан құралады дейді. Мінекей осындай Харекет қорының басшысы Гүлмира Мұханқызы бастаған мінекей апайымызға Алла разы болсын. Осы кісінің жан-жағында жүрген, қолпаштап жүрген, демеп жүрген осындай қасындағы адамдарға рахмет, Алла разы болсын. Қазақ халқына рахмет, Алла разы болсын. Мінекей кезекті Харекет қорының 361-ші баспананың кілті Мұғалжар ауданы Қандыағаш қаласының 2 бөлмелі пәтердің кілтін табыстау бұйырыпты. Алла разы болсын. Осындай қазақ елі ауызбіршілікте болыңыздар. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Мінекей бір-бірімізді әрқашанда демеп, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос дейді. Мінекей абай атамыз бір-бірімізді демеп, қолпаштап, бір-бірімізді мейірімге бөлеп, жақсылыққа бөлеп, қанатымыздың астына алып осылай жүре берейік. Тек қазақ елінде осы індеттен аман-есен құтылып, жақсылықта басымыз қосылып, той қуанышымыз көп болсын. 361-ші баспана келді. Елбасының бірінші топ мүгедегі өзім 3-ші топтан әлем чемпионымын. Өмірге деген құлшынысымыз артуда. Аллаға шүкір, осы Харекет қорының сіздерге көп еркілеріне рахмет. Үкіметтен күтпеген үйді сіздерден күтіп жатырық. Алланың нұры жаусын. Негізі біздерге өте қиын квартирада жұмыс өзетіміз. Сіздер сияқты қолдауларыңыздың арқасында біз жетпейтін, біз азбайтын азулар жоқ. Рахмет сіздерге, Алла разы болсын. Гүлмира Мұханқызы.